Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында 18 қарашада Теннесси Уильямстың «Шыны хайуанат» драмасы, режиссері Алена Қабдешева. 19 қарашада Мұхтар Әуезовтың «Қилы заман» тарихи драмасы, режиссері Әубәкір Рахимов. 20 қарашада Дулат Исабековтың «100 жылдық махаббат» драмасы, режиссері Алма Кәкішева. 21 қарашада Шахимарденнің «Томирис» трагедиясы, режиссері Тұңғышбай Әл-Тарази. 22 қарашада Ғарифолла есімнің «Таңсұлу» драмасы, режиссері Алма Кәкішева. 23 қарашада Төлен Әбдіковтің «Ұлы мен ұры» драмасы, режиссері Есімхан Обаев. Басалуы сағат 18:30-да. Келіңіздер, көріңіздер, театрда кездесейік.